Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы материктер мен мұхиттар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты материктер мен мұхиттардың физикалық, географиялық аймақтарының табиғи ерекшеліктері жайлы. Жалпы бүгінгі сабақ бойынша мұхит дегеніміз не? Соған тоқталып өтейік. Мұхит гидросфераның негізгі бөлігі. Мұхит дүниежүзілік мұхит. Грек тілінен аударғанда океанус, мұхит жердің қоршап жатқан ұлы өзені деп аталынады. Материк дегеніміз не? Материк дегеніміз жердің геологиялық даму барысында оның сыртқы қабаттарының физикалық, химиялық және гравитациялық жүктеу нәтижесінде қалыптасқан күрделі құрамды гетеротекті денелер жиынтығы болып табылады. Жалпы дүниежүзі бойынша 6 материк, 4 мұхит бар. Жалпы дүниежүзі бойынша 6 материк бар. Бірінші Евразия, екінші Солтүстік Америка, үшінші Африка, төртінші Оңтүстік Америка, бесінші Антарктида, алтыншы Аустралия деп аталынады. Жалпы Евразия ең үлкен материк. Біздің отанымыз Қазақстан Республикасы осы материкте орналасқан. Евразия материгінің ауданы 54,7 миллион километр квадрат. Халқының саны 5 миллиардтан астам. Бұл әлем халқының 70%-дан астамын құрайды. Ең үлкен көлі Каспий, ең терең көлі Байкал, биік тауы Гималай, ең биік нүктесі Эверест тауы. Келесі материк бұл Африка материгі. Ауданы бойынша Евразиядан кейінгі екінші орындалады. Ғаламшардағы ең ыстық материк. Оның ауданы 30,3 миллион километр квадрат. Африкадағы әлемдегі ең үлкен Сахара шөлі орналасқан. Келесі кезектегі Солтүстік Америка көлемі бойынша Африка материгінен кейінгі үшінші орынға иеленеді. Оның жалпы ауданы 24,3 миллион километр квадратты құрайды. Солтүстік Американың өсімдіктер дүниесі ерекше. Келесі материк бұл Оңтүстік Америка. Жердің батыс және оңтүстік жарты шарларында орналасқан, азғантай бөлігі солтүстікке жатқан үлкен материк. Оның ең ылғалды материк деп атаймыз. Австралия. Жер бетіндегі ең кіші, ең төмен орналасқан және ең құрғақ материк. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 330 метр. Австралия материктің бүкіл аумағын алып жатқан әлемдегі жалғыз мемлекет. Қазіргі уақытқа дейін бұл материкте таңғажайып өсімдіктер мен жануарлар сақталған. Келесі соңғы материк бізде Антарктида, 6-шы материк. Ол барлық жағынан қуатты, мәңгілік мұз жабынымен құрсанған жер. 99% мұздан тұрады. Антарктидада жер бетіндегі тұрақты тұрғыны жоқ, жалғыз материк болып табылады. Материктің шеткі нүктесі дегеніміз, бұл материктің құрғақ жері бітіп, мұхит басталатын жері. Мұхиттарды карта бойынша көрсетіп өтейік балалар. Бірінші Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты және Солтүстік мұхиты. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа сәйкес тапсырмаға назар аударамыз. Тапсырма: дүниежүзілік материктер мұхиттардың кескін картаға белгілейміз. Дескрипторға назар аударамыз. 6 материк пен 4 мұхитты тауып белгілейміз. Карта бойынша көрсетіп тұра бермеймін. Оқушылар, тапсырманы орындап болса, дұрыс жауапқа назар аударамыз. Дүниежүзі бойынша 6 материк бар: Евразия,
Африка, солтүстік Америка, оңтүстік Америка, Австралия және Антарктида. Енді төрт мұхитты қараймыз. Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты және солтүстік мұз мұхиты. Бүгін сабағымызды қорытындылай келе, материктер мен мұхиттардың физикалық, географиялық аймақтары мен табиғи ерекшеліктерін анықтадық деп ойлаймыз. 4 мұхит пен 6 материкпен таныстық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.